Күшті қамырдың рецептін білемін. Сосиска в тестені духовкада да пісірсе, жареный қылып пісірсе де енді күшті шығады, арасы шикі болмай, және одан осындай гамбургерлер жасауға болады. Былтыр мен осы тестада неше түрлі заттар пісіріп, магазинге өткізіп, өзіме керекті бір күшті қымбат зат сатып алған болатын. Кешегі демалыста балдарға осы сосиска в тесте, беляши бәрін пісіріп берген болатын. Соны мен сториске салған едім. Рецепт сұрағандар болды. Ал енді осы видеоның астына комментарий саны 100-ге жететін болса, сіздер үшін толық рецепті сіздерге шығарып берейін. Беляшиді қалай жасау керек, сосиска в тесте, пиццаны қалай жасау керек, бургер және пирожкиді да осы тестамен жасауға болады. Бұл деген енді күшті бизнес план ғой. Өзім жасағаннан кейін білемін, пайдасы да жақсы. Қазір не істесем екен де білмей отқандар болса, осы қыс ауасында осылай істесеңіздер өте керемет деп ойлаймын. Комментарийді қарап отыратын боламын. 100 комментарий келгеннен бастап мен уже сразу ертең болса, ертең сіздерге басынан аяғына дейін толық түсіндіріп шығаратын боламын. Ал сәттілік сіздерге де, маған да.